Кахф сүресіндегі ғылыми ғажайып. Қасиетті Кахф сүресінде Аллах Тағала 309 жыл бойы ұйықтаған үңгір жастары туралы оқиғаны келтіріп, ол жерде мынандай бір керемет ғылыми аятты бізге жасырып қойған. Алла айтады: "Ватахсабухум айқаза ва хум руқуд". Оларды ояу деп ойлайсың, бірақ олар ұйқыда. "Вануқаллибухум затал ямини ва зата шимал". 309 жыл бойы адам баласы егер қозғалмай жататын болса, оның денесіне зақым келеді, жараға айналады. Сондықтан біз оларды аударып төңкеріп отырдық, яғни денелері жара болмасын деп. Және айтады: "Ва калбухум баситун зирайхи бил васит". Ал енді қастарында ерген ит болса, аяқтарын созған күйде үңгір есігінің алдында жатты дейді. Бірақ аударып төңкеру туралы итке қатысты Аллах Тағала қолданбаған. Керемет, медициналық және де иттің жаратылысы туралы зерттейтін болсаңыз, иттердің терісінің астында арнайы бездерді жаратқан Аллах Тағала. Ол тіпті қаншама ғасырлар бойы қозғалмай жататын болса да, оның терісіне ешқандай зиян тимейді және жараға еш нәрсеге айналмайды. Терінің астындағы без иттің терісін өзі кәдімгідей суландырып, жағындай қозғалмаса да, оның терісі жараға айналмауына жағдай жасайды. Бұл Аллах Тағаланың жаратылыстағы құдіреті және Алланың сөзі Құран хақ.